Құрметті көрермендер, енді дәл осы бағдарламамызда міне, дәл осы үйдің қабырғасында үйдің жылы болу үшін оның сыртына дәл осындай пенопластты қалай қағамыз, және ол қағылған пенопласттың үстіне кафельге арналған клейді қалай жағамыз, оның сыртынан ең соңғы жұмыс сәндік тұрғыдан алғанда Мюнхенский деп аталатын сылақты қалай сылаймыз, соны көрсетеміз. Міне, маманымыз бізге көрсетеді. Енді бізге ең бірінші пенопласттың өзіңіздің талғамыңызға байланысты 3-тігі болады, 5-тігі болады, 10-тігі болады. Ал енді бұл үй кірпіштен салынғандықтан да оған 5-тік пенопласт жеткілікті. Міне қалыңдығы 5-тік пенопласт. Ал енді осы 5-тік пенопласты қабырғаға ұстату үшін керекті құрал саймандар. Міне, дәл осындай бұр керек, және оның басындағы кемі 15 сантиметрлік ұзындығы, өлшемі 8 миллиметрлік бұр керек, және ұстай тұрыңыз. Зонтик деп аталады, қалпағы бар, және осында қағатын балға керек. Дәл осы заттар сізде болса, яғни осы пенопласты үйдің қабырғасына қаға беруге болады. Ал енді көрсетейік сіздерге. Міне, енді бұл бір бағдарламада үйдің толық сыртына осындай пенопласт қағып шығу мүмкін емес. Сіздерге түсіндіру мақсатында осы 2 квадрат метрге қағып көрсетпекпіз. Ең бірінші пенопласт өте жеңіл құрылыс заты болғандықтан да ең ортасынан шамалап тесіп қақсаңыз, міне, өз ұстап қалады. Енді осыны Енді осының әр жерінен жаңағы бос болып қалмайтындай, міне, бірінші тесіп алғаннан кейін осы қалпақты кигіземіз, және осының тесігіне бұл да пластмасс, жіңішке, басы үшкірлеу болады. Осыны кіргіземіз де, арнайы балғамызбен, міне, ұратын болсаңыз, міне, қатып қалады. Бұл жерден ұстатпайтын болсақ, кейін бұлай ары-бері қозғалып кетуі мүмкін. Сондықтан да міне осы кішкене қалпағы 2 пенопластты жауып ұстап қалады. Қазір көрсетемін. Енді міне кафельге арналған клей. Бұл цемент және құм, сондай-ақ химиялық заттардың қоспасынан жасалған өте берік тегістеуші клей. Енді бұл қалай жасалатынын көрсетейік. Өзімізге керекті, жеткілікті мөлшерде жасап аламыз. Бұл клейді сұйықтықты жасаған кезде өте сұйық болып кетпеу керек, және өте қою болмау керек. Болды, жасап алдық. Енді осыны қалай жағу керектігін көрсетеміз. Жүріңіз. Енді сол клейді жақпас бұрын дәл осындай жіптен жасалған арнайы торымыз бар. Осы торды осы пенопласттың үстіне қоямыз. Негізінде бұл сіздерге көрсету үшін, көрермендер, дәл осындай астыңғы бөлігіне ғана жасап жатырмыз. Ал енді бұл өте ұзын болады, не? Өте ұзын болады, не? Рулон болып тұрады. Сондықтан да бұны анау басынан, үйдің басынан астына қарай тастаймыз. Ұзыннан бірақ осылай тастап отырамыз. Ал енді сіздерге көрсету үшін 1 квадрат метрді ғана жасауға бел шешіп отырмыз. Сеткіні арнайы бір шегемен, болмаса бұрандамен ұстатудың қажеті жоқ. Арасы қуыс, сол қуыстардан ар жағындағы пенопластқа өзі жабысып қалады. Енді бір клей дегеніміздің өзі ерекшелігі бар ғой. Бұл құрғақ емес, өте майлы. Желім сияқты болады өзінің. Құрамы сондай, жабысқақ келеді. Енді астыңғы бөлігімен кесіп тастайын, сіз тарта беріңіз, е? Астыңғы бөлігі міне. Дәл осылай. Міне кесіп, артығын алып қояйық. Клейімізді жағып болып қалдық. Дәл осы клей 1 сағаттың ішінде қатып үлгереді. Солай емес па, е? 1 сағаттың ішінде қатып үлгереді. Одан кейін бұның сыртына Мюнхенскийді жағып көрсетеміз сіздерге. Ал енді бұл клейді жағып үшін, міне, дәл осындай шпательдің 2 түр керек. Біріншісі үлкені, екіншісі кішкене қалақшасы. Осымен клейді алып, мынаған жағып отыру үшін керек. Ал енді бұның өлшемі негізі өте қолайлысы
35 сантиметрлігі. Және мынау 15-тік, 20-лық болады, 5-тік болады әртүрлі. Өзіңізге байланысты. Дәл осында екі құрылыс заты керек. Құрметті көрермендер, біздің жаққан клейіміз қатқанға дейін 1 сағат уақыт бар. Ал енді біз сол уақытты жоғалтпай, осы бағдарламаның ішінде енді бұның сыртынан жағылатын мюнхенский дейтін сылақты көрсетпекпіз. Мюнхенский дейді, орысша дождик деп қояды, және біздше айтқан кезде жаңбырдың пішінін келтіретін өзінің қоспалары бар. Әз көрсетеміз, көресіздер. Қалай тартуға болады? Қандай көп адам қалай қолданады бұны? Әркім әртүрлі қолданады бұны. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Төменнен жоғары тарту керек па? Иә, төменнен жоғары. Ал жоғарыдан төмен тартса не болады? Түсіп кетеді. Міне, осында ескерген дұрыс. Астынан жоғары көтеру керек, себебі. Төмен қарай тартсаңыз бар, сіздің алған сұйықтығыңыз жерге лап етіп құлайды да кетеді. Қалыңдығы қанша миллиметр болу керек? 3 миллі. 3 миллиметр қалыңдықта жағылады, иә? Үйдің сырты тегіс болу үшін ішіндегі түйіршік тастар теріп тастап сылақ сылайтын еді. Енді қазір ішінде түйіршік тастары қосылған сылақты сылауға дағдыланып бара жатырмыз. Енді бұл да бір қазіргі заманауи сән, құрылыс саласындағы бір сән болып табылады. Шпательді қалай дұрыс ұстап, қалай дұрыс тарту керек екенін айтыңызшы, қалай болу керек? Бұны негізі былай тарту керек. Былай тартуға болмайды. Былай жатқызып, иә, жатқызып тарту керек. Былай. Сонда кішкене оңайды болады. Иә, тегіс шығады дейсіз. Иә, тегіс шығады. Бұны бірінші жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін кішкене 5 минутта тұру керек. Иә. Дегдейді дейді ғой, қазақша айтқан кезде. Кішкене дегду керек, суы кішкене бойына тартылу керек. Сосын қандай нетсе бола береді. Онда күтейік кішкене. Иә. 5 минуттай. Мюнхен сылағын сылайтын болсаңыз, дәл осындай жеңіл, пена құрамында пена бар. Пена жұмсақ өте, сондықтан да сапалы дүние шығады. Енді осымен жасайсыз. Қанша түрі бар? Енді 4-ке бөліп 4 түрін көрсетсек те жететін шығар. Көрсетіңіз. Бұлай, бірінші варианты мұны, бұлай. Бұлай жасауға да болады. Екіншісі. Мынау болды, иә? Осы өстіп қана болды, тек қана өстіп. Екіншісі бұлай. Бұлай жасауға да болады. Үшінші вариант бұлай, боран дейді бұны. Үш түрі. Иә, 3 түрі. Мынау да әдемі сияқты. Иә. Мынау да әдемі сияқты. Енді мынау да өзінше бір ерекше, иә? Иә. Ал енді сіздер дәл осы үйдің бір қабырғасын жасап болдыңыздар, иә? Иә. Ол осы нұсқа бойынша жасалды, иә? Иә, осы нұсқа бойынша. Енді құрметті көрермендер, міне 3 түрлі жасалуын көрсетті бауырымыз. Мынау тігінен, мынау шахмат түрі, екінші мынау айналған әрбері құйынның, боранның тәсілінде салынған. Енді бұның дәл осы түрі біткен түрін көрсетейік, бойылған кезде қандай болатын екен. Дәл қазір осы үйдің бір қабырғасы дәл осы тәсілмен боялды, салынды. Енді соны сіздерге көрсетейік. Бағдарламамыздың барысында көрсеткен сәнді Мюнхен сылағы бір тәулік ішінде толықтай кеуіп үлгереді. Одан кейін қалаған түске бояй беруге болады. Бояуға арналған сұйықтық сулы эмульсия деп аталады. Дәл сол сұйықтыққа колер деген түрлі түсті бояуларды араластыру арқылы өзіңізге керек реңді шығара аласыз. Ал біздің салған сәнді сылағымыздың түсі міне, дәл мынадай реңі қанық, көрінісі анық болып шықты. Бүгінге осы.